Сәлем достар, менде бүгін мукбанг. Біраз кішкене эфирге жауапсыз болып кеттім. Менде бүгін духовкада запеченный окорочка, өзіміздің қолдағы тауықтың сан еті и овощи, картошка, потом пияз и сәбіз. И еще бүгін менде бүгін нан пісірдім да, соған мини қып мынандай күлше пісірдім. Қолдан бәрі. Так, маған ас болсын. Бастадық. Бисмилля. Қолым тауығы болғаннан кейін киви араластырып мариновать еткем. Сол киви прям дәмі күшті болып тұр. Сәл кислость беріп, ішінде кивидің дәнектері бар ғой, солар андай ғырт-ғырт етіп хрустит етіп тұр. Күшті. Мен тамақ жегенде өзім ұстай алмай қалам. Картошка, сәбіз, картошка. Қыз маған жазады, оң қолмен же деп. Негізі достар, мынау мен оң қолым. Просто камераны алдына түсірем, и камера фронтальный. Сондықтан қараңыздар, қандай күшті. Қазір менде сағат кешкі 7 болып қалды. Мен бүгін вообще тамақ ішкен жоқпын. Прям ауырдым. Оң жақ бүйрегім ауырды. Білмеймін неге екен. Сонымен бүгін бізді қонаққа шақырған. Оған мен ауырып тұрғаннан кейін мама айттым, бара алмаймын деп. Камераға дейін болып шықтым, бірақ үйде екпіктеліп жүрмін да. Сонымен күйеуім бармаймын деді, жұмыстан кеш келдім деп. Сонымен хорошо деп апай-топай күйеуіме балам осы тамақты істедім. Күйеуімнің тамақ чайын бәрін беріп, содан кейін барып өзім жеп жатырмын. Ол да мен ауырып тұрғанымды көріп, не істемей қой, тұрмай қой, өзім не істеймін деп, шандай жаңағыдай өзім істей берем деп, тамағымды әкеп беріп мағаншы, осы неге
түсіретін. Сөйтіп не істеп жүр ғой. Қызы салфеткам түсіп кеткен ой. Негізі көбісі айтады күйеуің қатал деп ше. Бір көргенде түрі суық, бірақ өте мейірімді. Яғни адамға жаны ашып тұрады, уайымдап ше. Жаңа ауырып тұрғанға тамақ ішем ба, ішпеймін ба деп не істеп тұрғам ғой. Талып кетті бүйрегім. Сөйтіп қаяқтың тамақты жеп бастасаң тоқтай алмай қалады екенсің. Күшті. Бүгін видеоны фильтрсіз салам. Қазіргі түріммен. Кеше біреу айтады, бетіңіз табақтай екен деп. Ол 2-3 күн өзім отекать ететін уақытым бар сондай. Сөйтіп отекать етіп жүргем. Қазір отегім кішкене басылды. Сонымен нормально болдым. А то отек болған кезде прям ісіп кетемші. Прям күшті кетті. Хорошты бір қонаққа барған кезде салфеткалар көп алғанмын. Андай қонаққа емес, кафеге заказ берген кезде сол кезде салфетка сап береді ғой чекенге. Көп сағанда и соны осы неге әкеп қойғым ғой. Коммунтаға қоя сағым ғой. Қоя сағым жақсы өтті, әлі бітпеді. Так. Енді мен коламен запивать етем. Пепсимен. Көп ішпеймін, сразу айтам. Қазір біреулер жазып шығатын шығар. Бүйрегім ауырып тұрғанда неге газировка ішесің деп. Өшіп қалды ғой. Ең күшті жеріне келген кезде. Так. Ішеміз и все. Прям коламен күшті кетеді. Все, рахмет достар, мені қарағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Айтпақшы, мен 1000 адамға толдым. Енді маған 4000 сағатқа жеткізу керек. Содан кейін барып монетизациямды қосам. Ал оған дейін менде қазір монетизация еш нәрсе жоқ. 4000 сағатқа пока әлі жеткен жоқпын. Қазір 2300 сағат болып тұр. Әлі маған где-то 1700 сағат керек. Сондай. Все.
pişmeyin gibi beni çıkmagasın ben. Söz жақсы болыңыздар достар.